Жылқының сорпасы, бетіндегі майы тамаша болып қатып тұр мінекей. Қазір жинап алып, бір қайнатып, шыжғырған май жасап қоямын. Ол майды әртүрлі тағамға қосуға болады, қамыр илеуге, жаңағы ет қуыруға, самсаның қамырына жағуға деген сияқты. Әркім өзінің фантазиясына қарай әртүрлі тағамға қосуға болады. Табиғи, таза өнім. Қараңыздаршы, қандай керемет. Кешегі асылған еттің сорпасы. Семіздің арты 8 дейді қазақта. Отқа қойып, суы әбден біткенше қайнатып аламыз. Осымен май дайын болып қалды. Неге достар, май қайнап, суы әбден сарқылды. Көріп тұрғандарыңыздай, дайын май.